Барселона маусымның ең қарқынды кезеңдерінің біріне қадам басты. Соңғы жылдармен салыстырғанда командада тыныштық пен сенімділік сезіледі. Ұжым қайта құруға тура келген сәттердің өзінде жеңіске жете алады. Жас ойыншылар көз алдымызда өсіп келеді, ал бапкер бұрын сұрақ туындаған тұстарда шешім таба білуде. Ольмо мен Ферминнің байланысы нәтижелі жұмыс істеп тұр. Ламин Ямаль таңғалдыруын жалғастыруда. Клуб басшылығы даму бағытын нақты айқындап отыр, ал көшбасшылар клуб тарихын қайта жазуда. Бұл видеода Барселонаның алаңда және алаңнан тыс тұрақтылықты қалай қалыптастырып жатқаны туралы баяндаймыз. Қазіргі құрамды неге толыққанды деп санайды, және маусымның шешуші кезеңі алдында клуб қандай белгі беріп отыр. Достар, ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Барселона тығыз кестеде ойнауын жалғастыруда, және осы сенбіде жергілікті уақыт бойынша 21:00-де Эдер Сарапия жаттықтыратын Эльче командасына қарсы ойнау үшін сапарға аттанады. Сырт алаңдағы матчқа дайындық жұмыс режимінде өтті. Жұма күні таңертең команда Жоан Гампер атындағы спорттық кешенде жаттығу өткізді, және дайындық ешқандай тосын жағдайсыз өтті. Бапкерлік штаб үшін жақсы жаңалық Эрик Гарсияның жаттығуға қатысуы болды. Копенгагенге қарсы ойында қорғаушы доп соғылғаннан кейін басы айналып, алаңнан ауыстырылған еді. Алайда қалпына келу үдерісі тез өтті, және ол қазір командаластарымен бірге толыққанды жаттығып, Эльчеге қарсы матчқа дайындалуда. Жаттығуға негізгі құрамдағы барлық қолжетімді ойыншылар, сондай-ақ жастардан Джеффри Торренс, Томми Маркес және қақпашы Эмилио Бернат қатысты. Сонымен қатар, Ханси Флик әлі де Гави, Андреас Кристенсен және Педридің көмегіне жүгіне алмайды. Педридің жоқтығы, әсіресе орталық алаңдағы тактикалық шешімдерге тікелей әсер етіп отыр. Жартылай қорғаудағы айқын көшбасшының болмауы бапкерді балама нұсқаларды іздеуге және түрлі үйлесімдерді сынап көруге мәжбүрлейді. Чемпиондар лигасында үздік 8-дікке еніп, 1-8 финалға тікелей жолдама алу мақсатында Флик орталық алаңда әдеттегіден өзгеше шешімге барып, Дани Ольмо мен Фермин Лопесті қатар шығарды. Бұл байланыс бұрын жиі қолданылмаған, алайда екі ойыншы да керемет формада, және олардың бірлескен ойынына деген қызығушылық орынды болды. Датчандықтармен матч алдында Ольмо Ферминмен жақсы тіл табысатынын, және олардың өзара үйлесімділігін алаңда дәлелдеп үлгергендерін атап өткен еді. Копенгагенді 4-1 есебімен ірі жеңу, Флик Ольмо мен Ферминді жартылай қорғаудың бастапқы үштігінде қатарынан 4-ші рет шығарған сәт болды. Бұған дейін бұл байланыс Виго қаласындағы Атлетикоға қарсы матчта, және кейін Еурокубок ойында сыналған. Алғаш рет бұл схема Балайдос стадионында қолданылды. Мұнда Барселонаға ойнау дәстүрлі түрде қиын. Педридің жоқтығы алаңдаушылық тудырғанымен жүйе өзін ақтады. Сол кезде Фермин жиі Френки де Йонгтың алдында тереңірек ойнау міндетін өз мойнына алды. Келесі турда Флик рөлдерді өзгертті. Ольмо төменірек түсіп, допты ұйымдастыру аймағына жақын ойнады. Ал Ферминге алдыңғы шепте көбірек еркіндік берілді. Нәтиже әсерлі болды. Атлетикті 4-0 есебімен жеңу. Дәл осы идея неміс бапкері Копенгагенге қарсы матчта да қолданды. Ольмо өзін алаңда еркін сезініп, белсенді қозғалды және ойынның алғашқы голына шешуші пас берді. Оның пас дәлдігі 86%-ды құрады. Ферминде жоғары пас мәдениетін көрсетті, 91% дәлдік. Алайда бұл жолы ол шабуылды аяқтау кезеңінде аса көзге түсе қойған жоқ, және алдыңғы матчтардағыдай жекпе-жектерде сенімді болмады. Енді шешім қайтадан Фликтің қолында. Педрисіз өтетін Эльчедегі кезекті ойында бапкер Ольмо мен Ферминнің байланысын сақтап, олардың динамикасы мен шабуылдық әлеуетіне сенім артама, әлде қарсыластың шабуылға ауысуын жақсырақ бақылау үшін орталық алаңды күшейтеме, соны таңдауы тиіс. Команда ішіндегі жұмыс аясында қарсыластар тарапынан да жылы пікірлер айтылды. Чемпиондар лигасындағы жеңілістен кейін Копенгагеннің бас бапкері Якоб Неструп Барселонаның ойын деңгейін жоғары бағалап, өз командасының бар күшін салғанын атап өтті. Ол бірінші таймда дат ойыншылары бірнеше мүмкіндік жасағанын және көбірек гол соғуы мүмкін болғанын. Алайда үзілістен кейін каталондықтардың қарқынын күрт арттырғанын мойындады. Неструптың айтуынша, қазіргі Барселонаны тек Пеп Гвардиола дәуіріндегі командалармен ғана салыстыруға болады. Ол Флик командасының доппен ойнауда қателікке өте сирек жол беретінін, техникалық деңгейінің аса жоғары екенін және элиталық ұжым ретінде көрінетінін атап өтті.
Бұл сөздер жарақаттар мен жаңа шешімдер іздеу қажеттілігіне қарамастан, Барселонаның жаңа нұсқасы біртіндеп өзіне тән ойын мәнерін қалыптастырып келе жатқанын тағы бір мәрте дәлелдеді. Достар, осыған қатысты пікірлеріңізді комментарийде жазыңыздар. Бұл видеоны лайк басып, арнаға тіркелу арқылы қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Алаңдағы сенімді ойын мен Чемпиондар Лигасының үздік 8-дігіне шығу аясында клуб басшылығынан нақты белгі берілді. Барселонаның президенті Жоан Лапортала Венгроле басылымына берген сұхбатында клуб үшін трансферлік нарық жабық екенін және құрам басшылық қалағандай толық қалыптасқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, клуб нарықтағы барлық мақсаттарына жетіп, енді ешқандай өзгеріс жоспарлап отырған жоқ. Бұл маусымды тыныш әрі жүйелі түрде жоспарлауға мінсіз жағдай жасайды. Лапорта қазіргі спорттық жағдай тек нәтижелерімен ғана емес, команданың ішкі дамуымен де үміт сыйлайтынын атап өтті. Ол Ханси Фликтің де жағдайға риза екенін, себебі енді мүмкін болатын кадрлық өзгерістерге алаңдамай, сенімді түрде жұмыс істей алатынын айтты. Президенттің пікірінше, тығыз күнтізбемен барлық бағыттағы жоғары талаптар жағдайында бұл маңызды артықшылық. Лапорта жас ойыншылардың мүмкін болатын кетуіне қатысты клубтың ұстанымын қатаң түрде айқындады. Марк Бернал мен Марк Касадоға байланысты кез келген сценарий бірден жоққа шығарылды. Президент бұл клуб үлкен үміт артатын футболшылар екенін атап өтті. Ол оларды Барселона дұрыс деп санайтын модельдің жарқын өкілдері деп атады. Бұл модель Ла Масе түлегін командаға бірден күш қоса алатын, жоғары деңгейлі талантты ойыншылармен үйлестіру. Кеңірек тұрғыда, Лапорта Барселонаның клубтық құрылымының ерекшелігінде еске салды. Оның айтуынша, Еуропаның үздік 8 командасының ішінде өз мүшелеріне тиесілі болып қалатын жалғыз клуб каталондық ұжым. Президент мұндай құрылымның өміршеңдігіне қатысты күмәндерді жиі еститінін, алайда қазіргі нәтижелер керісінше дәлелдеп отырғанын айтты. Ол өзге клубтармен тіпті Еуропада сәтсіздікке ұшыраған қарсыластармен де салыстырудан әдейі бас тартты, тек Барселонаның ісіне назар аударуды жөн көретінін жеткізді. Лапортаның сөздері іскерлік қана емес, символдық мағынада да айтылды. Сұхбат күні президент Барса қорының қайырымдылық акциясына қатысып, Барселонадағы Сантана шіркеуінің асханасында азық-түлік таратуға көмектесті. Бұл бастама әлеуметтік жағдайы қиын 400-ден астам адамға қолдау көрсетуге бағытталған және клубтың әлеуметтік рөлін тағы бір мәрте еске салды. Сонымен қатар, трансферлік саясатқа қатысты өз ұстанымын спорттық директор Дику де жария түрде түсіндірді. Бразилиялық Тен Спортс арнасына берген сұхбатында ол Барселонаның неге Эстеван Уильян ешқашан трансферлік нысана ретінде қарастырмағанын ашық айтты. Бұған Еуропаның алпауыт клубтары үлкен қызығушылық танытқанына қарамастан, Дикудің айтуынша, бәрі футбол логикасына тіреледі. Бразилиялық ойыншының позициясы Ламин Ямальдың рөлімен толықтай сәйкес келеді. Оның сөзінше, Ламин деңгейіндегі футболшының болуы дәл сондай сипаттағы тағы бір ойыншыны іздеуді мағынасыз етеді. Ол клубтың сол сәттегі басымдықтары алаңның басқа аймақтарында болғанын және бірдей профильдегі ойыншыға қомақты қаражат жұмсау бүкіл жобаны тәуекелге тігетінін атап өтті. Егер қайталанатын позицияларға ақша салынса, кейін басқа шептерді күшейтуге ресурс жетпей жатқанына шағымдануға болмайды, деді ол. Сонымен бірге, спорттық директор Эстевадан бас тарту оның талантына күмән келтіру емес екенін нақтылады. Керісінше, ол бразилиялық футболшының жоғары деңгейін мойындап, отанында оны Неймардан бергі ең үлкен жаңалықтардың бірі деп санайтынын жеткізді. Дикудің айтуынша, мәселе тек уақыт пен Барселонаның нақты қажеттіліктерінде болды. Егер Эстева басқа қанатта ойнағанда немесе тактикалық тұрғыдан өзге профильге ие болғанда, жағдай басқаша болуы мүмкін еді. Алайда қазіргі шындықта ол Ламин Ямальға тым ұқсас. Чемпиондар лигасындағы Челсиге қарсы бетпе-бет матчты еске ала отырып, Дику сол кезде Барселонаның бірқатар негізгі ойыншыларсыз, оның ішінде Рафиньясыз келгенін атап өтті. Ал лондондықтар агрессивті әрі күшті ойын көрсетті. Оның айтуынша, Свау айып алаңы маңында бірнеше қауіпті сәтке ие болды. Дәл сол жерде оның жеке шеберлігі шешуші рөл атқарды. Дегенмен бұл жағдай клубтың трансферлік стратегиясына деген жалпы көзқарасын өзгерткен жоқ. Осылайша, басшылықтың ұстанымы тұтас әрі жүйелі болып көрінеді. Барселона қолда бар құрамға, өз тәрбиеленушілерін дамытуға және алдын ала ойластырылған нүктелік шешімдерге сенім артып отыр.
Лапорта мен Дику айтып жүрген тұрақтылық, Ханси Флик жүргізіп жатқан жұмыстың және команданың алаңда біртіндеп қалыптастырып жатқан ойындық болмысының қисынды жалғасы. Осы тұрақтылық пен клуб ішіндегі сенімділік аясында қазіргі маусымдағы өз тарауын Роберт Левандовски де жазуды жалғастыруда. Копенгаген қақпасына соғылған гол поляк шабуылшысы үшін жай ғана кезекті нәтижелі әрекет емес, тарихи маңызы бар оқиғаға айналды. Болашағы мен маусым соңында аяқталатын келісім шарты туралы әңгімелерге қарамастан, алаңда Левандовски өзіне адал болып қалуда. Ол бүкіл мансабы бойы жасап келе жатқан ісін жалғастырып, шешуші сәттерде гол соғуда. Бұл доп ерекше символдық мәнге ие болды. Бірінші таймда есеп 0-1 болып тұрған кезде Левандовски бетпе-бет мүмкіндікті пайдалана алмады. Бұл оның деңгейіндегі форвард үшін сирек кездесетін жағдай. Бірақ ойын логикасы оның екінші мүмкіндікті жібермейтінін аңғартты. Солай болды да, 48 минутта Дани Ольмо нәзік паспен Ламин Ямальды тапты. Ямаль эпизодты сауатты пайдаланып, допты Левандовскиге ыңғайлап берді, ал оған бос қақпаға бағыттау ғана қалды. Осылайша есеп теңесті. Бұл гол матч пен Барселонаның камбегі үшін ғана емес, Чемпиондар лигасының тарихы үшін де бетбұрыс сәтке айналды. Өз мансабында алғаш рет Левандовски Копенгагенге гол соғып, басты еуропалық турнирде гол салған командалар санын 40-қа жеткізді. Осылайша ол Чемпиондар лигасында әртүрлі қарсыластарға гол соғу көрсеткіші бойынша Лионель Мессидің рекордын қайталап, өз есімін дәуірдің ең ұлы ойыншыларымен қатар жазды. Сонымен қатар, бұл гол Левандовскидің клуб тарихындағы орнын да нығайтты. Ол Барселонаның Чемпиондар лигасындағы үздік сүрмергендері тізімінде 4-ші орынға көтеріліп, Патрик Клюйверт пен Неймармен теңесті. Алда Луис Суарес пен Ривалдо тұр. Мессидің 120 голдық биігі қол жетпес болып көрінгенімен, мұндай көрсеткішке жетудің өзі поляк шабуылшысының команданың еуропалық жорықтарындағы үлесінің ауқымын айқындайды. Осы жетістіктер аясында оның болашағы да жиі талқылана бастады. Футболшының жары Анна Левандовска поляк басылымына берген сұхбатында қазіргі маусым Роберттің Барселона сапындағы соңғы маусымы болуы мүмкін екенін ашық меңзеді. Ол отбасының бұл кезеңді барынша мәнді өткізіп, әр матч пен әр эмоциядан ләззат алуға тырысып жүргенін, бір күні мұның бәрі аяқталатынын түсінетінін айтты. Сонымен қатар, ол ешқандай кесімді мәлімдеме жасаған жоқ. Кез келген жағдайға дайын екендерін атап өтті, өйткені бұл үлкен футболшының жолы. Ол күйеуінің мансабымен және футбол тарихында қалдырған ізімен мақтанатынын айтып, Левандовски туралы әлі де ұзақ жылдар бойы айтылатынына үміт білдірді. Шабуылшының келісім шарты маусым соңында аяқталады, және оның жағдайы спорттық басшылықтың қарауында. Қазіргі сәтте келісімді ұзарту күрделі сценарий болып көрінеді. Ол жалақы мен командадағы рөлді елеулі түрде қайта қарауды талап етеді. Сонымен қатар Левандовски Еуропадан, Сауд Арабиясынан және ақш-тан маңызды ұсыныстар алуды жалғастыруда. Оның басты басымдығы қалу, алайда ол жаңа кезеңнің басталуы мүмкін екенін де түсінеді. Түпкілікті шешім Барселона наурыз айының соңына қарай бастауды жоспарлап отырған келіссөздерден кейін қабылданады. Егер тараптардың жолы екіге айырылса, клубқа шабуылды алға сүйрей алатын, ең жоғары деңгейдегі жаңа көшбасшы табуға тура келеді. Ал әзірге Роберт Левандовски назардың ортасында қалып, гол соғып, рекордтарды жаңартып, белгісіздікке қарамастан Барселонаның ойынына ықпалы әлі де орасан екенін дәлелдеуде. Бұл кезең Барселонаның жай ғана сәтті сериядан өтіп жатқанын емес, біртіндеп ойынды, үдерістерді және өз болашағын қайтадан бақылауына алып келе жатқанын айқын көрсетеді. Команда бейімделе біледі. Жас ойыншылар жауапкершілікті өз мойнына алып жатыр, ал тәжірибелі көшбасшылар шешуші сәттерде айырмашылық жасай беруде. Алда маңызды матчтар, жаңа сынақтар және маусымның бағытын айқындайтын шешімдер тұр. Бірақ ең бастысы, нақты идея, клуб ішіндегі сенім және бәрінің дұрыс бағытта қозғалып жатқанын сезіну бар. Егер сізге мінезі бар, ойы терең әрі амбициясы жоғары барса, жақын болса, бізбен бірге болыңыз. Алда әлі талқылауға тұрарлық көптеген сәттер бар.